Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және қонақтар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыз біздің Алматы қаласындағы бастауыш сыныптар мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларымен танысу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл бағдарламамен таныстыру мақсаты ұстаздар арасындағы тәжірибе алмасу және тың идеялармен бөлісу және шығармашылық еңбектерін насихаттау үшін өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Енді ұстаздарымызға кезек берейік. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Наталья гимназияның бастауыш сынып мұғалімі. Қызықты математика 3-4 сыныптарға арналған бағдарлама бойынша сөйлеймін. Бағдарлама тақырыбының өзектілігі бастауыш сынып оқушылары үшін математика пәнін түсіну мен меңгеру барысында қызығушылықты арттыру өте маңызды. Оқушылардың математикаға деген оң көзқарасын қалыптастыру, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту және күнделікті өмірмен байланыстыра отырып, есептерді шешу дағдыларын жетілдіру негізгі міндеттердің бірі. Бағдарламаның міндеттері математикалық білімдерді жетілдіру, логикалық ойлауды дамыту, математиканы күнделікті өмірде қолдануға үйрету, математикаға деген қызығушылығын арттыру, өзіндік зерттеу және шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау қабілетін дамыту, STEM бағытындағы дағдыларды дамыту және қисынды тұжырым жасау және дәлелдеу қабілетін дамыту болып табылады. Енді математиканы күнделікті өмірмен байланыстыру оқушылардың айналасындағы заттармен, тұрмыстық жағдайлармен, сауда-саттықпен, уақытпен, табиғи құбылыстармен байланыстырылған математикалық есептерді шешуге үйрету болып табылады. STEM білім беру қағидаттарын ескеру, ғылым, технология, инженерия және математика бағыттарын біріктіре отырып, математикадан тәжірибелік сабақтар мен жобалық жұмыстарды енгізу. Бағдарламаны оқытудың қажеттілігі бастауыш сынып оқушылары үшін математика тек есептерді шешіп, сандар мен амалдар орындау ғана емес, сонымен қатар логикалық ойлау, талдау, шешім қабылдау және шығармашылық қабілетті дамыту құралы болып табылады. Бұнда математика пәнінің түсінікті әрі қызықты болуына жол ашу. Көптеген бастауыш сынып оқушылары үшін математика қиын әрі абстрактілік пән болып көрінеді. Бұл бағдарламаның мақсаты математиканы ойын арқылы өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып үйрету. Егер бала математиканы қызыға үйренсе, ол оны жеңіл меңгереді және пәнге деген сүйіспеншілігі артады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Енді осы әріптесім Назгүл Дәулетжанқызының бағдарламасын әрі қарай жалғастырып, осы бағдарламаны екеуміз бірігіп жасаған едік. Осы қызықты математика бағдарламасы бойынша сабақ формаларымен қолданатын әдістермен таныстырғым келіп отыр. Сабақ формалары, бұлар дәстүрлі сабақ, яғни мұғалімнің түсіндіруіне қатар оқушылардың өз бетінше орындауын қамтитын сабақ түрі. Екінші ойын сабақ оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында математикалық ойындар, викториналар, жарыстар ұйымдастырылады. Зерттеу сабағы оқушыларға зерттеу жүргізуге мүмкіндік беретін проблемалық есептер мен тәжірибелерге негізделген сабақ. Шеберлік сабағы оқушыларға белгілі бір математикалық амалдар мен логикалық шешімдерді үйрету мақсатында жүргізіледі. Практикалық сабақ есептерді нақты өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып орындау. Топтық жұмыс сабағы оқушылар топтарға бөліп, бірлесіп есеп шығару, математикалық тапсырмаларды орындау арқылы ұжымдық дағдыларын дамыту. Интерактивтік сабақ цифрлық технологиялар, интерактивті тақта, мультимедиа материалдарын қолдану арқылы ұйымдастырылады. Саяхат сабақ математикамен байланысты түрлі тақырыптарды зерттеу мақсатында сыныптан тыс саяхаттар ұйымдастырылады. Дүкен, банк, табиғат, мұражай, тағы басқасы. Жобалық сабақ оқушылардың өз бетімен зерттеу жүргізуіне математикалық жобалар жасауына арналған сабақ түрі. Қайталау және бекіту сабағы.
оқылған материалды бекітуге, есептерді түрлі тәсілдермен шешуге бағытталған. Келесі осы бағдарламада қолданатын әдіс тәсілдер. Бірінші, ойын әдістері. Яғни математикалық бәйге, оқушылар арасында есеп шығару жарысы ұйымдастырылады, немесе тым жылдамдықпен дұрыс есептеу қабілетін дамытуға арналған ойын. Цифрлы сандық, математикалық ребустар мен жұмбақтар шешу, логикалық көпір, логикалық тапсырмалар арқылы бір есептен келесі есепке өту, тағы басқа. Екінші, проблемалық оқыту әдістері. Оқушыларға қызықты математикалық проблемалар беріліп, оны өздігінше немесе топпен шешуге мүмкіндік беріледі. Логикалық есептерді бірнеше жолмен шешуді үйрету. Егер осылай болса, не болады? Әдісі оқушыларға түрлі болжамдар жасап, шешімдерін салыстыру тапсырмасы беріледі. Топтық және жұптық жұмыс әдістері. Математикалық пікірталас. Оқушыларға белгілі бір есептің шешімін дәлелдеуге мүмкіндік беріледі. Ақпарат алмасу, жұппен немесе топпен тапсырмаларды орындау барысында әр оқушы өз білгенін ортаға салады. Жұптық зерттеу, екі оқушы бір-біріне есептер құрастырып, оларды шығарады. Келесі, интерактивті әдістер. Интерактивті тесттер, яғни цифрлық есептер, онлайн калькулятор, интерактивті математикалық арқылы есепті шығару, виртуалды саяхат, тағы басқа. Жобалық немесе зерттеу әдістері. Математика және өмір. Оқушыларға математикадан күнделікті өмірде қалай қолданылатыны туралы шағын зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Бизнес есептер немесе математикалық өнер, тағы басқа осындай түрлері. Интерактивті ойлау әдістері. Сандық тарих, белгілі бір сандармен байланысты қызықты тарихи фактілерді зерттеу. Тағы басқа да сандармен ертегі, мысалы геометриялық теорияның әлемі, тағы басқа. STEM, яғни ғылым, технология, инженерия, математика әдістері. Бұл математикалық, робототехникалық, математика мен инженерия біріктіру арқылы қарапайым механизмді жасау. Өлшеу және эксперимент, яғни ұзындық, масса, көлем, өлшеу арқылы практикалық тапсырмаларды орындау. Математика және табиғаттағы алтын, құйма, өрнектер, тағы басқаларды орындау. Келесі осы бағдарламада күтілетін нәтижелер математикалық сауаттылықты қалыптасуы, логикалық ойлау қабілетінің дамуы, математиканы күнделікті өмірде қолдана білу, математикаға деген қызығушылығын арттыру, өзіндік ізденіс және шығармашылық қабілеттерін дамыту, STEM бағытындағы білім меңгеру және қорытынды жасау және дәлелдеу дағдылары. Қорыта келгенде, бағдарламаның басты ерекшелігіне тоқталғым келіп отыр. Яғни бағдарламаның басты ерекшелігі ол мұғалімдерге оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, заманауи оқыту тәсілдерін тиімді пайдалануға көмектеседі. Бұл әдістерді білім беру үдерісінде енгізу ерекше білімді қажет ететін оқушыларды сапалы білім алуына және олардың әлеуетін толық жүзеге асыруына мүмкіндік береді. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.